Биголайф деген сияқты бір приложение бар екен ғой. Басында кіретінмін, мен түстен таңертең кіремін, күндіз кіремін, бірақ кешке ұйықтай қалатын. Баласы бар әйелмен ара қатынас құру және де үйленгіңіз келді сіздің, дұрыс қой. Соған сіздің негізі отбасыңыз қалай? Отбасыңызға қалыпты жағдай ма? Енді ол айтты да, енді егер бірге қосылып бәріміз жақсы болып жатсақ, бұл енді ортақ үйіміз болады деп сондай мен мақсатта ғой. Денсаулығына байланысты, бала көтеріліміне байланысты айлыстық деп, дұрыс па? Бұл эфирде айтылған сөздер. Эфирде. Аха. Шынымен де эфирде айтылғандай зат болды ма? Айдай ханым енді очко жинағысы келді. Тек қана сол профессия бойынша жұмыс істеп жатсыз. Кукламен ойнай ма или машинамен ойнай ма? Егер кукламен ойнаса, оны алып, яғни баланың сана сезіміне жеткізу керек. Ол бала кукламен ойнамайды, қыз бала машинамен ойнамайды. Всем сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін біздің не әңгіме жобасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта қалаулымның 3-ші сезонының экс-қатысушысы Сайлаубай Жандос. Жандос мырза, қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Сізге бірінші сұрақ. Эфир біткен соң көрінбей кеткен қатысушылардың бірісіз. Жалпы қазір не істеп жүрсіз, қайдасыз? Мен қазіргі таңда өзімнің профессиям бойынша соған оралдым, толығымен сол бойынша жұмыстар атқарып жатырмын. Психолог, әрине. Тек қана сол профессия бойынша жұмыс істеп жатсыз? Енді өзімнің тұрақты клиенттарым бар, соларға постоянно қызметімді көрсетіп, сол бойынша, яғни көбінесе мен ондай балалармен жұмыс істеймін, мүмкіндік шектеулі балалар бар, олардың ішінде жаңағы сөйлей алмайтыны бар. Солардың сөйлеу процестерін дамытамыз. Одан кейін тағы ақыл ой процестері бар, кемсіз балалар. Ол жерде жаңағы умственно отсталый дейді. Соларды, яғни ақыл ойын дамытамыз, ойлау, зейін, қабылдау процестерін дамытамыз. Сондай, сол бойынша. Сізге мысалы психология жағынан психологқа жүгінетін адамдар негізі жас айырмашылықтары бар ма? Үлкендерді қарайсыз ба, әлде бала шаға ма, әлде бұл без разница кете беретін заттар? Яғни бұл жерде 0 жастан бастап уже 100 жасқа дейін ғой, былай қарағанда. Кез келген адамға 0 жас болғанда, мысалы үшін ол жерде мысалы жаңа туылған бала бар, иә, оның жаңағы буын процестері бар, баланың ұстап көреміз біз. Бала қалай дамып жатыр, нормада ма, нормада емес па, уже ары қарай 100 жасқа дейін қарай береміз. Тұрған ешқандай не жоқ. Бір белгілі бір жас шектеу жоқ. Мен негізгі мамандығым бұл жерде дефектолог, логопед мамандығы. Аха. Мысалы, бір адам деп алайық, жасы 30-40-тағы. Сізге көмекке жүгіну үшін сізге телефонмен хабарласу керек пе, әлде сізде офис бар ма? Бұл жерде мен әрине хабарласу керек. Көбінесе психологиялық қызметтерді мен көбінесе Instagram арқылы келеді. Өйткені бұл жерде WhatsApp желісі болады. Өйткені бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпір жерлерінен звондайды маған. 16 облыс дей ма, қанша облыс өзі. Бүкіл облыстардан хабарласып, толығымен қызметтің көрсетем. Өйткені бұл жерде бір сеанс болады, бірнеше сеанстар болады, кейде жеңіл бір проблемалар болады. Мысалы үшін бір күнде шешілетін, кейде апталап, айлап кетеді. Мысалы, полный видеомен онлайн жүйесінде қызметімізді көрсете береміз. Ал егер офлайн, яғни мен үйіне барамын, қызмет жасаймын, и сол. Көмегіңіз көрсетесіз. Иә. Бір барғанға аласыз ба, әлде бүкіл процеске бірден ақша? Бұл жерде енді адамның деңгейі дейді ғой, бала мысалы үшін тұлға. Ол тұлғаның мысалы үшін әрбір сеанстарда қандай көрсеткіш көрсетеді. Мен оны толығымен айтамын. Осындай сеанста бала осындай диагнозда, мысалы үшін әртүрлі күрделі диагноздар болады, ол жерде мүмкіндік шектеулі. Яғни соларды осыншама сеанспен қабылдаймыз дейміз. Сразу сол сеанстармен жұмыс істейміз. Бір адамға қанша теңге аласыз көмегіңіз үшін? Оның барлығы құпия. Бұл жерде айтылмайды. Так что ренжімеңіздер. Бұл аса қымбат па? Достойно. Енді бірақ бұл жерде қатып қалған цена жоқ. Өйткені әр адамның жағдайына қарау керек. Тіпті кейбір кездерде тегін қызмет көрсететін сәттерде көп болады. Жақсы. Қалауымды сол туралы біраз сұрақтар бар. Сол сұрақтар бойынша қойсақ. Ол 3-ші сезонда сіз басынан аяғына дейін отырмадыңыз, мен білуімше 8 ай ғой, 7 ай. 7 ай отырдыңыз. Неге соңына дейін барып, бақытты болып, кәдімгідей бір жарыңыз тауып үйленіп кетпеске? Мен шыны керек, ол жерде шынайы үйленуге бардым. Егер нормальный бір адам кездессе, мен сонымен үйленіп бақытты болып кетемін деген ой болды. Енді Розамен өткенде мен қаншама ай жұп болдым, даже тіпті бірге тұрдық, бірге өмір сүрдік десек те болады. Шыны керек, гражданский бракта. Енді ол кісі енді денсаулыққа байланысты, яғни көтере алмауына байланысты біз екі жаққа кеттік. Бұл жерде көрдіңіз ғой, мен шынайы бардым. Ол жерде хайп қуалау, ол жерде пиар жинау. Пиар өзі қуалайды мені. Хайп мен өзі қуалайды, шыны керек. Мен вообще ондай ойлаған жоқпын, резонанс тудырам. Бүкіл Қазақстан бойынша ойлап, бүкіл халықпен танып кетеді деп вообще мүлдем ойлаған жоқпын.
Даже мен автобуспен даже жүре алмайтын ситуациялар болды. Автобусқа кірсем болды, бүкіл халық мені прямо жан-жағымнан прям не деді да, қалалмышын ба, одан құрсын таксимен жүрейін деймін. Таксидегілер таниды да, сұмдық сондай жағдай болды. Мен Горький парк жақта тұрамын ғой негізі. И сол жақтан келем, и бір күн тұмам ғой, енді құрсын тұмам болса да бет аузымды орап алайын да, жаяу барайын деймін да, студияға енді. Өйткені аудио кітап тыңдаймын көбінесе, психологический. И сонымен етсем, мына жақтан полный жауып, мына жақтың бәрін жауып келе жатсам, біреу артынан келе жатыр да, жүгіріп, сіз жандосыз ғой деп, сонда танып қойған адамдар болған. Сонда бір таң қалдым, неге соншалықты бұл танымалдылық па, или білмеймін, бір уақытша ғана танымалдылық қой бұл негізі процесс, сондай бір ауқымға бір актуальный болып кетеді деп мен ойлаған жоқпын. Неге бармадыңыз соңына дейін? Енді бұл жерде, как это сказать? Шаршап қалдыңыз ба? Шаршаған жоқпын. Бұл жерде енді Айдай ханым болды эфирде, мені келуіме жаңағы қарсылық танытты. Яғни өздеріңіз эфирді көрсеңіздер, толығымен ол жерде айтылған. Мен не себепті қалауымнан шыққандығым туралы барлығы ол жерде шынайы бағдарлама болғандықтан, өйткені сол жерде ол кісі өз қарсылығын білдірді, содан кейін мен барған жоқпын. Өйткені ол жерде қайтадан келесіз ба деген ұсыныстар да болды, кел деп, мысалы, редакторлар тарапынан. Соны не хотел. Зачем барып не қылам? Өйткені уже ол жерде суып кетесің да, эмоциональный, полный. Ал Айдай ханым сонда сізге личный бір неприязнь бар ма сонда? Жоқ, ол жерде мысалы жағымсыз дейді ғой, мысалы үшін адамдар дейді ғой, мысалы үшін мен көбінесе негативті отырдым, шыны керек, өйткені бұл жерде енді Айдай ханым енді очко жинағысы келді өзінің халықтың, мысалы эфир алдында дейді ғой, өзінің образын қалыптастырғысы келді, сол себепті өзіне, яғни халық ұнатпайтын адамдарды өзі алып шығарып тастауға сондай. Тазалай бастады. Тазалай бастады, типа енді өзінің образын қалыптастыру керек қой, новый ведущий мысалы үшін, сондай. Мен енді өзім де сол жақтан шыққан адаммын ғой. Бұл жерде бізде бұрында енді бізде жартысында Ашаматай болды, жартысында Шақкерім мен Диана болды. Бірақ енді жүргізушілер негізі ештеңе шешпейтін. Редакция шешетін всегда. Жаңағы өзіміздің режиссеріміз бар, басқасы бар. А сізге келгенде неге жүргізуші именно шешім қабылдаған? Не знаю. Мен енді ол жақтың ішкі кухнясын дейді ғой, білмеймін ғой енді. Мен келем, қатысушы болам, болды менің жұмысым сол. Жұмысым болғанда енді эфир. Айдай ханым сізге өзіңізге айтты ма? Әлде сіз О, Жандостың келуіне мен қарсымын деп өзінің қарсылығын білдірді. Эфирде? Эфирде. Жандос келмесін эфирге деген сияқты бір өзінің қарсылығын көрсетті. Сол? Содан келмедіңіз. Содан кейін мен зачем ал жерге келмесін деп тұрған адам, кеудемді дидіріп тұрған адам, мен ол жерге барып жабысып, ойбай мен қайдан алыңыздаршы деп өзім қатты бір талап қоймадым. Розамен болған арақатынастың қалай болғанын, қалай біткенін барлығы көрді? 100%. 100%. Адамдар жылағанда жылайды емес анда. Біз жылап қоштастық қой, жылағанда да енді ер адам болғаннан кейін қанша дегенмен көзімнің көз жасымды өзім ие болайын дедім да, ол жерде. Бірақ эмоциядан бәрі көрініп тұр. YouTube-та қарасаңыздар болады. Сол жерде халық, қаншама халық бізбен бірге жылады, сол халыққа мың алғыс айтамын. Өте көп деген халық. Рахмет. Шын ғашықтар қосылмайды дейді ғой, негізі солай ғой. Шын ғашық болдыңыздар ма? Конечно. Сіздер Розамен арақатынастарыңыз қанша ай болды? 3,5 ай ма? 4 ай ма сонда? Бірге 1-2 ай тұрдыңыздар. Азаматтық некеде. Иә, енді бізде өте керемет, барлық суреттегідей көріп тұрсыздар ғой, видеодағыдай. Енді біз осы келесі аптадан бастап гражданский бракқа тұрып көрсек па деген ойымыз бар. Мәссаған. Мен Розаның үйіне көшіп барайын деп отырмын. Розаның үйіне. Иә. Жалпы сіз үшін әйелдердің үйінде тұру, азаматтық некеде тұру, және де кейін айырылысып кету, бұл әдетке айланған зат па? Бұл жерде махаббат болды, бізде ортақ шешім болды. Мысалы үшін Розаның өзінің бизнесі бар, ол жерден кете алмайды. 24 сағат ол сол жерде болу керек. Мысалы үшін ол жаңағы екінші этажда, екінші этажда тұрса, бірінші этажында полный столовый. Ол жерде, яғни өзі жаңағы официант, өзі даяршы, өзі посудомоечный, бүкіл өзі ғой, короче айтқанда. Тамақты да өзі дейді, полный. Сол жерде жүрді, ол айтты маған, ұсыныс білдірді. Өйткені мен ойланып көрдім оны. Мен сразу барып үйіне кіріп кеткен жоқпын мен. Өйткені 3 аптадай ойландым. Ертең халық не дейді, ертең халықтың көмілетін білдім да. Бірақ махаббат үшін құрбандыққа барасың ғой. Бірге тұрдыңыздар. Енді ол айтты да, енді егер бірге қосылып бәріміз жақсы болып жатсақ, бұл енді ортақ үйіміз болады деп сондай мен мақсатта ғой. Өйткені махаббатта ол сенің үйің, менің үйің барлығы ортақ болу керек деп ойлаймын. Ата-анаңыз қарсы болған жоқ?
Розамен бірге тұруға? Енді бір жағынан 24 сағат тұрған кезде адамның шынайы бейнесі көрінеді бұл жерде. Мысалы эфирде мысалы үшін жұп боласың, ары қарай бірге махаббатыңды құрасың, а бұл жерде сен 24 сағат біргесің. Оның қандай адам екендігін сен толығымен көресің. Сол мақсатта мен бірге тұрдым. Көмегі тиді дейсіз ғой? Көмегі әрине тиді. Страницаңызды қарап шықтым. Розамен әлі де бір видеоларыңыз бар екен. Енді TikTok болсын, басқасы болсын, бұл ескірмеген махаббат па, әлі сіздер жұпсыздар ма? Көзім-ай деш. Көзім-ай. Маманың көзі әдемі деш. Менің көзі әдемі. Көзім-ай көзім де. Көзім-ай. енді бұл жерде ескірмеген махаббат, прям ойбай мен өткен өмірімді өшіріп тастадым деп прям. Өйткені ол эмоцияға толы өмір. Өйткені адам қай кезде өзінің бір ең жақсы кезін есіне алады. Әрине ол эмоцияға толы кезі. Міндетті түрде сол эмоцияның барлығы сезінгісі келеді. Ол прям ойбай ұмытып прям нетуден емес, сол ситуацияны бәрібір сен өткен өміріңден удалить ете алмайсың. Өйткені сенің өткен өмірің ол сенің тарихың. Понимаете? Оның барлығын алып тастай алмайсың, ол қалады солай. Оны зачем удалить етіп мен Розаны ұмыттым, үйттім, сөйттім деген әңгіме емес. Бұл жерде енді біз енді араласпайды емес, араласып тұратын кездер болады, бірақ ол жерде уже Розаның өзінің жеке өмірі бар. Мен оған кездергісін келтіргім келмейді. Дос ретінде тек қана бақытты ол Роза дегім келеді болды. Дос ретінде араласасыздар? Дос ретінде де емес, даже таныс ретінде емес, біз қатты бір андай бір араласып бір кезінде болды. Қалауым біткеннен кейін де қалауымға дейін де ол да қатысушы болды. Мен де кішкене хабарласып тұрдым, связьда болдық. Одан кейін қазір оның жеке өмірі бар. Мен оған ешқандай кедергісін келтірмеймін. Тек қана бақытты болды. Мынандай бір сұрақ туындады, сіздердің алысқандарыңыз көріп. Енді сіздер басты себепті айттыңыздар, денсаулығына байланысты, бала көтермеуіне байланысты айлыстық деп, дұрыс па? Бұл эфирде айтылған сөздер. Эфирде. Аха. Шынымен де эфирде айтылғандай зат болды ма? Әлде енді мен Розаның енді айтылғанын, айтылды. Мен даже білген жоқ, мен шоковый состояниеда қалдым сол жерде. Не айтарын білмеймін, не істерін білмеймін, даже өз-өзімен қалып қойдым да ол жерде. Одан кейін енді Розамен жеке сөйлестік. Роза документтерін сол кезде көрсетті. Полный, яғни медицинский. Мен көрдім сол кезде өз көзіммен. Тек қана сол үшін ғана айырылыстыңыздар? Енді бала көтере алмайды, енді басқа бір мәселе болмады ма? Қандай мәселе болу керек? Мысалы бір келіспей қалу деген жағынан мүмкін. Біздің ойымызда никогда келіспей қалу болмаған. Никогда болмаған. Бірақ енді эфирде болды, енді кішкене Розаның қызғану процестері өте басым ғой. Сондай. Соңғы жағынан болмаса, так былай бізде вообще болмаған. Өзіңіз енді үйленбеген жігітсіз. Баласы бар әйелмен арақатынас құру және де үйленгіңіз келді сіздің. Дұрыс қой. Соған сіздің негізі отбасыңыз қалай? Отбасыңызға бұл қалыпты жағдай ма? Әлде қалай қабылдады сіз? Енді бұл жерде қалыпты жағдай прямо мынандай деп айта алмаймын. Өйткені ол жерде мен енді 30-дан асқанда дамын. Өйткені өзіңнің өміріңді өзің шешіп болды. Все, тұратын адам сенсің дейді. Бұл жерде енді біз енді қазақ пайызке движенияға салынып, мынау үйленген, анау баласы бар, андай-мындай деп статустық деңгейге бөлмеуіміз керекпіз. Біз мысалы үшін ертең Алланың алдында бір сызықта ғана тұрамыз. Ол баласы бар ма, ажырасқан ба, историясы қандай. Ол сенімен бақыттысы болды, одан басқа артық сұрақ қажет емес деп ойлаймын. Эфир кезінде мынандай бір әңгімені естідім. Сіз туралы. Сіз өзіңіз де айтқан екенсіз. Адамдардың қатысушылардың айтуы бойынша бір қызбен баяғыда отношение құрып, оны абортқа итермелегенсіз ба, абортқа апарғансыз ба, соны толықтырып айтып берсеңіз. Енді ол жерде біз тұрдық, яғни бірге жұмыс істедік. Жұмыс дегенде просто біз андай мекемеде емес, біздің профессиямыз бір болды да. И сол разный центрларда жұмыс істедік бұл кезде. Яғни ол қызда көбінесе жағдай нашар болды. Мен де тоже бірге тұра бастадық. Азаматтық некеде? Азаматтық некеде емес, былай бірге. Просто квартираны бірге төледік, содан уж басталып кетті да бұл жерде. Содан кейін енді ол қыздың кредиттері болды, мен полный кредиттерін төледім, жағдайын жасадым, полный енді бәрін несін етіп бердім. Одан кейін ол қыз уже өзінің таңдауын жасады, яғни басқа адам таңдап кетті да. Ол енді мен енді прям ойбай аборт жасай, сөйт бүйт деген жоқ, өзі енді өзінің қалауы сол болды. Өзі таңдап кетті. Сізден көтерді? Иә. Сосын алдырып тастады ма? Енді бір таблетка алып тастады ғой. Сіздің келісіміңізбен ба бұл? Енді мен уже все уже өзінің жағдайын жасап, полный енді төлететін нәрседен төлеп алғаннан кейін все уже. Зачем мен оны зорлаймын? Менімен қалыш деп аяғына жығылудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Оның ең басындағы мақсаты ол мені пайдалану ғой. Материалдық тұрғыда? Иә, материалдық тұрғыда. Бұл вообще баланы алдырып тастау инициативасы кімнен туды?
енді ол өзі шешті. Өз. Ол ауылға барды, мен баланы алдырып тастадым, болды, все деді. Мен как это деп мен өзім таңқалып қалдым да. Сен сонда қалай аборт жасадың ба, не істедің деп, түсік тастадым дедім, жасанды түсік деді. Болды, все. Махаббат болды ма ол кісімен? Махаббат дегенде бір керемет дегенде, бір махаббат деп те айта алмаймын енді. Біз енді өмірде адам енді бірге жалғыз жүре алмайды ғой, все равно. Бірге жүргеннен кейін енді барлық қарым-қатынастар басталып кеткеннен кейін енді сол қажеттілік дейді ғой. Өзің біліп тұрсың ғой. Сол. Өтіріктен ойлап табылған әңгіме ма? Мал деген дүние мүлде көріп. Сүйікті көрермен, сұхбаттың дәл осы жеріне дейін көріп отқаныңа мен қуаныштымын. Бұл сұхбат саған ұнауы да мүмкін, тура сол сияқты ұнамауы да мүмкін. Алдағы уақытта саған ұнайтын сұхбат шығаруға мен өзім сөз берем. Подписаться баса сал, өкінбейсің. Биголайф деген сияқты бір приложение бар екен ғой. Жаңағы прямой эфирмен сөйлесетін. Мен өзім негіз кіріп көрмеген, бірақ сіз туралы бір ютубтан көрдім видео. Биголайфқа бұрында кірген. Иә. Солар туралы бір-екі сұрақ. Сол трансгендер, транссексуалдармен бірге бір сөйлескен видеоларыңыз көрдім. Әлі ютубта әлі де жүр солар. Жүр, иә. Бұл жерде просто мынандай ғой, менде мысалы үшін бір клиент келді, баласын алып келді, 16 жастағы, жаңағы сондай жолға түскісі келеді. Не істеу керек? Бұны енді қайтып жынысын ауыстырғысы келе ме сонда? Жынысын емес, полный қыз болып жүргісі келеді ау, полный. Ойлашы, 16 жаста менде бірінші клиент. Мен не істеймін, бүкіл интернетті ақтарамын, бүкіл кітаптарды ақтарамын, уже өзіме деген таппаймын. Ана больная точкаларын ұстау керек қой жерде. Содан не істеймін? Содан кейін барамда, мен клиенттарым арасында кейде айтатын Биголайф деген сайт бар, сондайлар жүреді деп. Да, деп, ол басында кіретімін, мен түстен таңертең кіремін, күндіз кіремін, бірақ кешке ұйықтай қалатын. Оказывается, олар түнде кіреді екен. Содан кейін мен кіріп көрсем, как психолог ретінде көмек көрсетейін десем, олар маған жолатпайды да қасына. Жолатпайды, мүлдем. Өзіміз білеміз дейді. Сенбейді. Біз енді ауру адам емеспіз дейді да ол жерде. Ол жерде енді олар ауру ондай емес, соны құқықтарын таптамай ақ қойын өйтіп. Содан кейін не істеймін? Өйткені ол жерде көрдің ба, парик киіп, яғни өзін сендіре бастадым. Ол жерде жаңағы аттарын атамай ақ қойын, яғни ішкі жан дүниесін білу мақсатында. Бұған яғни не себепті келді? Бұған қалай келді? Қалай жағдай болды? Өйткені сол арқылы точкасын басасын, одан кейін сол арқылы жаңағы баланың миындағы настройкасын дұрыстайсың. Содан кейін қалыпты өмірге ол бала келді. Нәтиже шықты ма? Супер. Сіз ол адамдармен сонда тығыз байланыста болдыңыз ба? Тығыз байланыста болғанда мен өмірде прям олармен кездесіп прям азарт кіріп кеткен жоқпын. Өйткені сеніміне кіру керек та олардың. Сеніміне болғанда подругасы ретінде ме? Как сөйлесу мақсатында ғой. Иә, подруга дейді ғой. Только онлайн сөйлесіп зерттедіңіз. Иә. Кейбірлері бір андай сұрақтары бар екен де, жаңағы трансгендермен. Олардың өзінің манерасы бар, олардың өзінің тілі бар. Сол копировать еттім де, мен өзіме и вставить еттім просто, понимаешь? И сол кезде олар уже, мысалы үшін сенің уровень мынандай, олардың уровень мынандай болса, сен никогда байланыс жүрмейді. Видишь, мынандай. А сен олардың уровеньна түсесің, яғни олардың сәйкес солардың темаларында дейді ғой. Тақырыптарында бір деңгейде онда уже сенде контакт жүргізеді. Солай. Сол кезде уже байланыс жүреді, уже бүкіл вопростар шешіледі. Сол бала келді, содан кейін уже мен қалауымда шықтым, жаңағы тақырыптар талқыланып кетті өзінен өзі. Маған қаншама түкпір-түкпірден өте, даже ауылда да сондай балалар бар, представляешь? Солармен уже тығыз қарым-қатынаста отырып, мен даже Инстаграмда жаңағы дайрект болады ғой, сол жерде видео звонокпен жұмыс істеп, кәдімгідей күшті өзгеріске болды. Ата-аналары әлі күнге шейін көріп қалса, и даже атақты адамдардың балалары да болды менде. Олардың аттарын атамай ақ қояйын, қандай екен. Өйткені олардың болашағы өмірлеріне мен крест қойғым келмейді. Сондай өзгеріс, резонанс дейді ғой. Сондай, өйткені бұл жерде толығымен уже бала сауығып шықты. Ол жерде мысалы үшін кейбір ата-аналар бар, жаңағы жағдайлар жақсы, жаңа психодиспансерге тығып тастайды, бұл полный психушкаға барып тығып тастайды, медицинский жаңағы препараттардың бәрін қолданып, психотропикалық дәрілердің барлығын қолданып, одан сайын баланы ауру болып тастайды. А біз ешқандай дәріні қолданбай, оның ішкі жан дүниесіндегі точкаларын бүйтіп басып, яғни настройка, миындағы настройкасын дұрыстадық. Ол айықтып шықты да полныймен. Сізге обращение жасаған ата-аналардың балалары, мысалы, бір 100 деп алсақ, барлығы да оң нәтиже берді ме? Бұл жерде мысалы 100% жұмыстың 80% нәтижесін көрдік. 80%. Ал енді 20% ол жерде уже ата-аналарының, яғни қамқорлығы, поддержкалар жоқ болар. Өкінішке орай. Бұл жерде олар қалыпқа түспеді. Қалыпқа түседі,
мен уже еркекпін деп бастайды. Одан қайтадан уже сол неге темп кетеді да. Бұл жерде еще мен не только жаңағы транстар, жаңағы гейлар дейді ғой, мысалы үшін тағы не дейді, аттарын ұмытып қалдым. Сонда лесбиянка, вот лесбиянкалармен де біз жұмыс істедік. Кәдімгі қыз болып уже күйеуге тиді олар. Кәдімгідей ана жігіттер уже әйел алып уже салиқалы ұрпақты тәрбиелеп отыр десек те болады. Алдында бір осы біздің Қазақстанда митинг болды ғой 8 мартта, есіңізде болса. Бір өзімнің жатырым, өзім білем деген сияқты. Бұл жерде просто 16 мен, яғни бұл жерде бала, яғни 5 жасында қандай ойыншықты ойнайды, ата-ана бақылау керек. Кукламен ойнай ма или машинамен ойнай ма? Егер кукламен ойнаса, оны алып, яғни баланың сана сезіміне жеткізу керек. Ол бала кукламен ойнамайды, қыз бала машинамен ойнамайды. Яғни сенің ойыншығың кукла қыз балаға, ал сенің ойыншығың машина деп түсіндіріп, яғни сол кезде ата-ана өзі жанталасып жұмыс істесе, ол процесс уже ұлғаймайды. А 16 жасында маған келсе, ол толығымен айып шығады. Толығымен 100%. А уже ары қарай 25, уже 30 жасында ол уже интеллектті. Солай кетеді. Өте маңызды қызға ақпарат айтып отырсыз. Ну да. Енді ол мен бұл жерде өзім методикаларым бар, авторский, мен оны бөлісе алмаймын өкінішке орай. Өйткені мен оны бөлсем, ертең уже басқа да психологтар уже оның барлығын біліп алады. Ұрлап алады. Жоқ, ұрлап алғанда емес, енді әркім өзінің несін, енді қаншама авторский жұмыстарын бергісі келмейді ғой. Өзі зерттеп қалыптастырған. Енді бұл жерде өзім зерттеп толығымен қалыптастырдым. Бір жағынан енді қараңыз, мен 50% толығымен өзім зерттедім, а 50% мен полный әдебиеттерді, кітаптарды, жаңағы бүкіл интернет, Google, Яндекс барлығын қарадым десем болады. Жаңағы сұрағыма қайтып оралайыншы. Осы ЛГБТ дегендер жағын бар ғой, группалар, социальный группалар бар. Солардың барлығы 8 март күні митингке шықты. Жаңағы басында қыздардың зорлық-зомбылығына қарсымыз деді. Одан кейін барып менің жатырым деген бір плакаттар пайда болды арасында. Жалпы сондай митинг Қазақстанда болғаны сіз үшін қандай көзқараспен қарайсыз? Біз өзін-өзі жасыруға мәжбүр болған лесбиян, бисексуал, транс және квир әйелдер. Бұл жерде ұлттық, яғни құндылықты ең бастысы маңыздылығын біз жоғалтып болмауымыз керекпіз. Яғни қазақта, мысалы үшін, жаңағы мысалы үшін қалай айтады? Өзінің яғни сипаты дұрыс емес адамдар бұл жерде қазақта ерте кезеңдерде болған. Өйткені бұл күрделі бір диалект сөз бар. Мысалы үшін исторический сөздерде қыз теке деген мысалы үшін. Ойлашы, қыз теке деген сөздің яғни қай жылдардан бастап қолданғандығын зерттесең, оны айтпай ақ қой ана жерде енді толығымен зерттеу жұмыстар жүргізгенде, өйткені ол қазақта бұрында болған дүние. Ол қазір қазақта айтады, ауруын жасырған өледі дейді. Ол наоборот ауруды айту керек, ол наоборот ол мәселелерді қозғау керек. Сол кезде ол мәселелер одан сайын актуальный болып, одан сайын жаңарады түседі. Одан сайын уже біз ана жаңағы аурудың нүктесін білеміз. Жаңағы митинг дұрыс деп санайсыз? Жоқ, ол митинг енді дұрыс емес, өйткені ол жерде яғни бақылайтын дейді ғой, адамдар бақылау керек еді. Бірақ акимат рұқсат берілген митинг. Вот мен таңғаламын соған. Мен ойымша ол енді қара, ондайларға жіберген сияқтымыз біз соны. Ну да, оларды біз наоборот тоқтата білуіміз керекпіз. Яғни оларды былай насильно күшпен емес, кішкене психологический мақсатпен ше. Сол мақсатты қолдана отырып, оларды түзетіп дамытуымыз керекпіз да. Адами қатарға қосуымыз керекпіз. Насилие болса, ол көмектеспейді. Ол енді қараш. Белгілі бір тұлғая, баланы мысалы үшін белгілі бір бала кезінде, яғни тұлға ретінде қарамасаң, мысалы үшін ұрсып оны тыңдата аласың, ары қарай уже 17-18 жасында ұршы, пожалуйста, бір теуіп кетіп қалады ол. Или бір теуіп өзің тұрады. Ол қалай насильно, оны сен бүйтіп нетесің, не надо. Ол да бір тұлға ғой, қандай да бір адам болсын тіршілік иесі. Психологтардан кімдерді былай өзіңіз үлгі көресіз, кімдерді тыңдайсыз? Мысалы, қазақстандық ба? Әлем бойынша деп айтайын. Мен мысалы Лобковскийді оқып шықтым. Мен көбінесе, яғни қазақстандықтардан Анна Кудярованы өзім үлгі тұтамын. Өзім керемет ол кісіні прямо. Менің бір белгілі бір дәрежедегі бір сондай мақсатқа жету мақсатындағы бір психологтарымның бір символы ретінде көрем. Ал әлемдіктерде мысалы үшін Россиядан Выгодский, так, әлемдіктен Дейл Карнеги Ньюты білесіз ғой, соның кітаптарын оқысаңыз болады. Луиза Хей, көп қой, айта берсең. Бірінен соң бір шыға береді. Қазір енді үйленбей жүрсіз, 32-десіз жасыңыз. Жалпы өзіңіз психологсыз.
30 жасқа келгенге дейін неге үйленбедіңіз? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, адамдардың кеш үйленуі неге байланысты? Бізде қазақтарда мысал үшін 30-дан асқанда, яғни 25-тен асқанда, үйлен деп баланы комплекске толтырып тастайды. Қыз баланы болсын, ұл баланы болсын. Содан кейін ана қыз бала болсын, ұл бала қалаға ашып кетеді де, ана туысқандарынан өзін айдалада жүреді. Мен ондай комплексті қаламаймын. Адам ерте болсын, кеш болсын, махаббатты күту керек, өзінің махаббатын күте білу керек. Бірақ мен ұрпағым болмайды, бүйтпей қалам, сөйтпей қалам деген қорқыныш болмау керек. Өйткені кез келген уақытта ол сексуалдық белсенділігі мықты болса, ол любой уақытта. Кезінде қазақтар 50 бай, 60 бай, 90 байларын қайдан шыққан? Сіз өзіңіз махаббатыңыз күтудесіз сонда? Енді күтіп отырмын деп айта салайыншы. Таптыңыз ба әлде? Күлдіңіз ғой? Айтпай қойын, ол жеке өмір, мен проектіде болсам бәрін айтатын. Мынау аты жөні, мынау былай деп барлығы. Қазір мен проектіде емеспін. Ол кісі өзі белгілі бір қызметте істейді, яғни тоже құпия түрде болған дұрыс. Жоқ, мен атын фамилиясы керек емес маған. Сіз таптыңыз ба, таппадыңыз ба деген сұрақ тұр ғой. Құпия болып қалсын көрермендерге. Интригент. Жақсы. Өте сізбен жақсы сұхбат болды. Психология жағынан да барлық жағынан білімді екеніңізді көрдік. Бұл жерде мен психологияны мен қарапайым тілмен түсіндірдім да. Ал егер мен күрделі жаңағы теория мен психологияның ең негізгі диалектті тілдермен неше түрлі түрлермен сөйлессем, мен қалай түсінбей алатын. Сол себептен жалпақ тілмен өзіміздің қарапайым қазақ тілімен көштім. Сол үшін біз түсініп отырмыз. Түсініп отырсыздар, қарапайым тіл. Көп рахмет. Сізге болашақта үлкен табыстар тілеймін, сәттілік тілеймін. Бүгінгі сұхбатқа келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге мың алғыс. Осылай қоғамға пайдаңыз тигізіп жүре беріңіз деп айтқым келеді. Рахмет. Бүгін осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Бізден видео сіздерге, коммент, дизлайк, подписка сіздерден болсын. Келесі кім сұхбатқа шақырайын, оны жаза кетіңіз. Біз орындаймыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет. Рахмет.